Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауы көк бөрте сөзінен шыққан. Дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкенің семізі таңдалған. Семіз серке терісі жыртылмайды. Орташа салмағы 70-80 келдей болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартпайды. Зерттеушілердің пайымдауынша ат үстінде шыныққан жігіт денсаулығы мықты, батыл, ержүрек болып өседі. Сонымен қатар оның бойында намыс пен ұлттық рух қалыптасатын көрінеді. Өзге малдың терісі жыртылғыш, тартысқа шыдамсыз болғандықтан көп жағдайда сайып келгенде көкпарға сойылатын мал о баста күнге табынушылардың құрбандығы болып шығады. Бір назар аударлығы сол, көкпарға ісек не қошқар емес, міндетті түрде мүйізді серке шалынады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін, жүйріктігін де сынайтын спорт. Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жаппай тартыста әркім көкпарды өзі иелік етуге тырысады. Дода тартыста құрамы 1-2 топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп атайды. Қазақстанда 1949 жылы көкпар жарысының ережесі бекітілді. Осыған сәйкес көкпар жарысын арнаулы алаңда, командалық сипатта өткізу белгіленді. Ал 1958 жылдан көкпар бәйге алаңдарда өткізіліп келеді. Алаң көлемі қатысушылар санына байланысты. Егер әр команда 5 адамнан болса, ұзындығы 300 метр, ені 100 метр. 10 адам болса, ұзындығы 500 метр, ені 200 метр. 15 адамнан болса, ұзындығы 700, ені 300 метр. 20 адамнан болса, ұзындығы 1000, ені 500 метр болады. Алаңның әр бұрышына қызыл жалаушалар ілініп, ал оның екі жағында диаметрі 10 метрлік екі шеңбер сызылады. Алаң ортасында диаметрі 6 метрлік шеңбердің дәл ортасына көкпар қойылады. Жарыс басталар сәтте командалар орталық шеңбердің сыртында тұрады. Жарыс алаңдағы төрешінің хабары бойынша басталады. Көкпар тарту қатысушылардың санына байланысты 8-15 минут аралығында өтеді. Көкпаршылардың мақсаты орталық шеңберде жатқан көкпарды өз командасының отауына жеткізу. Көкпар отауға жеткізілгеннен кейін ойын алаң ортасынан қайта басталады. Белгіленген уақыт ішінде қай команда көкпарды өз отауына көп жеткізсе, сол жеңіске жетеді. Мұндай серкені көтеру үшін сайыскерде қайрат, астындағы пырағында соған сәйкес күш